Марла мырза нақтылы айта кетсеңіз, ол кісі мына өнімді жаңағы қалай нақтылы өндірудің несі, ол кісіге түрткі болған айта кетсеңіз. Бұл енді бізде Каспий теңізінде және де Павлодарда осындай өзен деп айтамыз ғой. Сол жерде именно өсеп, өйткені ол жер өте тұзды және өте пайдалы. Осы именно шаяндар сол жерде өмір сүреді. И бұл кісі Қытайға жіберген өнімді Қытай мемлекетінің адамдары тонналап алған. Сол кезде бұл кісі өзі сұрақ ізденіс болды да, бұлар не істейді екен деп. Бұл шаяннан олар өніміне не істейтін? Бірінші ер адамның потенциясын көтеретін. Виагра деп айтсақ та болады, сондай өнім шығарды. Және де енді онкология қазір көп болып жатыр ғой. Сол онкологияға қарсы өнім шығарды. Және де мына біздің қазіргі кезде көп адамдар бірінші денсаулықтары мықты болса, және де біздің әдемі болғанымызға осындай крем, жақсы маскалар жасай бастады. Содан кейін бұл кісі өзінің өнімін алады да Новосибирсктің лабораториясына барады. Ол жерде зерттегенде айтады, мынаның ішінде бүкіл витаминдарымыз бар. Именно адамға қажетті. И ол өзі 4 этапты очистка жасайды, сублимация жасайды и өзі өндіреді. Қазіргі кезде бізде эксклюзивті договорға, келісім шартқа отырды. Именно осы өнім тек қана біздің компания арқылы беріледі. Open Bridge компаниясы арқылы ғана ала аласыздар бұл компания. Бұл өнімді басқа жерден ала алмайсыздар. Және де енді қазіргі кезде маска туралы айтып кетейін.